кететін боламын. Алдыңғы видеода мен сіздерге негізгі лайфхактарды айттым. Ең біріншісі өзіңізге тиесілі құпия ақпараттар, яғни логиніңіз бен парольді ешкімге бермеу. Екіншісі, бір мезетте бірнеше құрылғыдан және бірнеше IP адрестен кірмеу. Бұл екеуі ең маңызды алғышарттар. Егер де сіз бұл екеуін дұрыс жасасаңыз, ары қарай осы видеодағы лайфхактарды қолдансаңыз, онда сіздің бұғаттауға қарсы бірнеше қаруыңыз болатын болады. Достар, менің есімім Айбек Өшкен, мен кәсіби интернет-маркетологпын. Блокировкаға қатысты көптеген мәселелер осы соңғы кездері негізінен тренд болып кетті. Көп адамдар маған да хабарласады, осындай блокқа түсіп қалып едім, қандай шараларды, қандай іс-әрекеттерді орындауым керек деп. Осыған сәйкес бұл нәрсе мені 40 минуттық видео сабақ жазуға итермеледі. Мен 40 минуттық видео сабақты арнайы жазып әзірледім. Бүгін сіздерге арнайы нақты жарнамалық бағытқа қатысты бірнеше лайфхактармен бөлісемін. Ең бірінші лайфхак ол рұқсаттарды беру. Сіздің бизнес парақшаңызға, басқа бір досыңызға, немесе жақын адамыңызға, тіпті болмаса, өзіңіз басқа аккаунт ашып, сол аккаунтқа рұқсат беріп қойыңыз. Яғни соған достық берсеңіз, кез келген уақытта бизнес парақшаңызға өзіңіз бұғатталып қалған жағдайда кіруіңізге болады. Инстаграм парақшаңызды ағытуыңызға болады, пост жариялауыңызға болады, сол жағдайда қолдануыңызға болады. Екінші рұқсатты жарнама кабинетіңізге беріңіз. Жарнама кабинетіне беру үшін биллинг деген бөлімге өтіп, сол жерден өзіңіз жарнама кабинетіне нақты басқа бір адамға достық бере аласыз. Яғни ол сіздің жақын адамыңыз болуы мүмкін, болмаса өзіңіз жаңадан жарнама кабинетін ашып, сол жарнама кабинетіне достық берсеңіз, сол жарнама кабинеті арқылы қазіргі бар жарнама кабинетіңізді басқаруыңызға болады. Одан кейінгі маңызды нәрсе, жарнама кабинетінің ішінде бизнес-менеджер деген арнайы аккаунт болады. Бизнес-менеджерді міндетті түрде құрыңыз. Бизнес-менеджерді құратын болсаңыз, онда сіз қазіргі бар бизнес-менеджердің бизнес аккаунтыңыздың ішіндегі, жарнама кабинеттің ішіндегі негізгі ақпараттардың рұқсатын бір жерде сақтай аласыз, және соған қатысты ақпараттардың барлығын бір қоймада ұстауыңызға болады. Бизнес-менеджерді құратын болсаңыз, ол жерде сіз тек қана бір аккаунт емес, бірнеше аккаунттың ақпараттарын бір жерде ұстауыңызға болады. Бұл өте маңызды. Одан кейін тағы да бір маңызды лайфхак, жарнама кабинетінің ішінде модерациядан өтпей қалған, яғни блокталған жарнамалар болады. Сол блокталған жарнамаларды әркез жарнама кабинетіне ішіне кіріп, блокталған жарнамаларды өшіріп тастаңыз. Бұл сізге Facebook'тың алдындағы сенімділігіңізді арттыруға көмектеседі. Себебі әркез жарнама кабинетінде блокталған, не болмаса модерациядан өтпеген жарнамаларды ұстап отыратын болсаңыз, онда Facebook сіздің жарнама кабинетіңізді тексерген кезде сондай жарнамалар болатын болса, онда сіздің жарнама кабинетіңіз уақытша блокталуы мүмкін. Сондықтан да блоктауға қатысты осы 3-4 лайфхакты өз кәсібіңізде, күнделікті практикаңызда қолданып көріңіз. Егер де пайдасы тиіп жатса, мен өте қуанышты боламын. Достар, келесі видеолар сериясында кездескенше, егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына коммент ретінде қалдырыңыздар.